Сәлем достар, сіздермен бірге Айдана Сапарбек. Бүгін спицияны тоқып үйренетін боламыз. Біріншіден спицияның түрлерімен таныстырып өтсем, бізде спициялар крючоктар сияқты диаметріне қарай бөлінеді. Бізде міне ағаштан жасалған менде спицы, ол 4,5 диаметрі, темірден жасалғаны бар, бұл 4 мм диаметрі осындай, и ортасында сымы бар. Осындай ең жіңішке жіптерге арналған спицы бар. Бұл спицыды біз енді бұйымдарды тоққан кезде қолданамыз. Спицылар бізде жіптің жуандығына, қалыңдығына байланысты таңдаймыз. Міне мен осындай түсті жіпті таңдадым. Жіпті бастау үшін бірінші ұзындау етіп аламыз. Менде 15 петля керек маған, сондықтан бір где-то 25-30 сантиметрлі ұзындықта жіпті аламын. Енді менегі спицаны осы ағаштан жасалған деревянный спицамен тоқсам деп отырмын. Міне жіпті жаңа ұзындықты алдым. Бұл жіптің басы, ал матокта тұрған жіп бізде жұмыс жібі болып саналады. Енді міне матокта шыққан жіпті осындай бас бармаққа ілеміз. Одан кейін сұқ саусағымызға ілеміз. И жіптің басын біз қалған саусақтарымызбен қысып, екі жіпті қыса отырып, осылайынан ұстаймыз. Міне осылайынан ұсталынады. Бас бармақтан өтті, сұқ саусақтан өтіп, міне жіптің басы, и мынау бізде жұмыс жібі. Осылайынан ұстаймыз. Міне келесі спицыды қатты болып қалмас үшін, нығыз болып қалмас үшін біздің петляларымыз екі спицыды қосып аламын мен. Міне жаңағы біздің жіптің жоғарғы бөлігінен осылайынан алып, шамалы тартыңқырап, оны мына бас бармағымыздағы ілініп тұрған жұмыс жібіне астынан өте отырып, мына шеңберге енемін. Мұнда сұқ саусақты ілініп тұрған жіпті астынан өте отырып, мына шеңберден шығарамын. И бас бармағымды жібере отырып, жіпті тартамын. Міне, менде 2 петля шықты. Басынан бастап көрсетейін. Міне, жаңағы жібіміздің бас жағына енеміз. Оны тарта отырып, бас бармағымызда ілініп тұрған жұмыс жібін астынан өтіп, шеңберден шықтым міне. Енді мына сұқ саусағымыздағы жіптің басына алып, мына шеңберден шығамыз. Бас бармағымыздағы жіпті жібереміз и тартамыз. Бізде міне осылайынан 2 петля шықты. Бастапқыда всегда 2 петля шығады, бірақ келесі бізде уже 1 петлядан шығатын болады. Қайта міне жұмыс жібін бас бармаққа ілеміз. Жаңағы жіптің басын осы сұқ саусаққа ілеміз. Міне, осылайынан ұстаймыз. Енді бас бармақтағы жұмыс жібінің астынан өте ілеміз, аламыз сол жіпті. Сұқ саусақтағы жібімізді аламыз. И осы шеңберден шығарамыз. Сөйтіп, үшінші петля шығады. Міне, бас бармағымыздағы жіпті ілеміз. Сұқ саусақтағы жібімізді іле отырып, мына шеңберден шығарамыз да жібереміз, тартамыз. 4-ші тағы да бас бармақтағы жіпті ілеміз. Сұқ саусақтағы жіптің астынан өтіп іліп оны шеңберден шығарамыз да тартамыз. Міне келесі тағы бас бармақтың астынан өтеміз. Сұқ саусағымыздағы жіпті ілеміз де шеңберден шығарамыз. Міне бізде 3-6 петля, міне келесі 7-ші. Осылайша 15 петляны тоқимын. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Міне 15 петля. Міне енді бірінші қатарды бастаймыз. Бірінші петляны міндетті түрде барлық кез келген бұйымды, кез келген қатарды бастаған кезде біз бірінші петляны жай ғана
іліп аламыз. Өйткені бұны тоқитын болатын болсақ, ол кезде уже бізде бұйымымыздың ені өзгере бастайды, жайыла бастайды. Сондықтан бірінші петляны жай ғана іліп аламыз. Келесі біз бірінші теріс жақ беттен бастайтын болғандықтан жіпті біз алға қарай шығарамыз крючоктың алдына. Яғни міне бізде крючок тұр, соның алдына жіпті шығардық. Енді оны сұқ саусақпен осылайынан ұстап аламыз. Мына жіпті жұмыс жібін қысып тұрамыз да екі саусағымызбен. Ал жаңағы сұқ саусағымызда осылайынан жіп ілініп тұрады. Келесі петляға кіреміз. Осылайынан міне кірдік, алдына қарай кірдік, спицаның алдына. Енді жіпті осыған іле отыра шығарамыз. Міне. Келесі тағы кіреміз алдына қарай, жіпті ілеміз, шығарамыз. Келесі кіреміз, ілеміз, шығарамыз. Кіреміз, іліп, шығарамыз. Кіреміз, іліп, шығарамыз. Осылайша барлық қатарды тоқып шығамыз. Міне. Осылайша барлық қатарды осылайынан теріс тоқып шығамыз. Алдына қарай кіріп, бірінші кезде қатты тоқып, сондай қиындық туындауы мүмкін, бірақ бұны сөгіп қайтып тоқып отырып, қолыңызды үйретсеңіз болады. Бастапқыда спицамен тоқу қиынырақ, крючок сияқты емес, сондықтан шамалы еңбек ету керек болады. Міне соңғысында тоқыдым. Міне бізде келесі крючокқа өтті петлямыздың бәрі. Уже бізде көрініп тұр. Міне оң жақ беті, осылайынан узор шықса оң жақ беті, ал мына теріс жақ беті осылайынан шықты бізде. Сызықша болып шығады. Енді келесі қатар бізде оң тоқимыз келесі қатарды. Міне жұмыс жібін тағы осылай сұқ саусаққа іліп аламыз. Бірінші петляны тоқымаймыз. Келесі екіншісін міне уже жіп бізде оң тоқитын кезде жаңағы спицамыздың артында тұрады жіп. И мына екінші петляға кіргізіп, жіпті осылайынан іліп аламыз. Әркім әрқалай алады. Бұл петляны кіріп, біреулер былайынан алуы мүмкін. Бірақ маған жаңағы екі түрде ыңғайлы. Біреу астынан, біреу жоғарыдан алады. Сондықтан былай оның үстінен алсақ та болады. Болмаса немесе астынан алсақ болады. Ол өзіңіздің икеміңізге қарай. Міне кіреміз петляға. Жаңағы жұмыс жібін ілеміз де шығарамыз. Петляға кіреміз, жұмыс жібін ілеміз, шығарамыз. Петляға кіреміз, жұмыс жібін ілеміз, шығарамыз. Міне кіреміз, шығарамыз. Осылайынан. Енді бір ескере кететін жайт. Кез келген қатарда жаңағы бірінші жіпті біз жай ғана тоқымай іліп алатын болсақ, соңғы петляны біз міндетті түрде оны теріс тоқимыз. Қатарымыз мейлі оң болып келсін, бәрібір біз оны соңғысын теріс тоқуымыз керек. Өйткені шеті әдемі көрінеді біріншіден, екіншіден бұйымымыздың ені сақталады. Сондықтан соңғы петляны біз теріс тоқимыз. Ол үшін жіпті біз алдына қарай жібереміз спицадан, жаңағы петлямызға кіреміз. И жұмыс жібін іле отырып шығарамыз. Міне теріс тоқыдым соңғысын. Мен жанынан қарағанда осылайынан петля шығады. Осылайынан барлық қатарды тоқып шығамыз. Міне мындай менде уже теріс. Мына жағында 10 шығып келе жатыр. Міне мына бізде жаңағы спицамыздың миллиметріне байланысты айттым ғой. Міне егер біз қалыңдау спицамен тоқитын болсақ, жаңағы петляларымызда үлкен-үлкен бұйымымызда жаңағы ашықтау болады. Осындай. Ал егер біз жаңағы жіңішке спицамен тоқитын болсақ, бұйымымыз мынауда 15 қатар мысалға, мынауда 15 қатар. Бірақ спицаның жуандығы бұл жерде рөл ойнап тұр. Сондықтан міне жуандаған сайын біздің жаңағы тоқымамыз бос әрі көлемді болып келеді. Ал егер спицамыз жіңішке болатын болса, осындай көлем жағынан шамалы кішкене болады, петляларда міне кішкене. Бірақ жаңағы бұйымымыз нығыз шығады. Мынау сияқты емес, нығыз шығады.
Вот спицидың жуандығы әжептәуір роль ойнайды. Сондықтан бірінші сіз біліп алуыңыз керек, қандай бұйым сізге қажет. Міне, бұл жерде міне, оң тоқылған, өрілген барлығы. Мына арты осылайынан теріс болады. Міне. Видеоны қайта-қайта қарап отырып, тоқып көріңіз, міндетті түрде сіздің қолыңыздан келеді. Еш қиындығы жоқ, тек қана бізде бұл жерде қолды үйретуіміз керек. Бір нәрсені ұмытпаймыз, бірінші петляны тоқымаймыз, жай ғана іліп аламыз біріншіні, ал соңғысын міндетті түрде теріс тоқимыз. Ол теріс тоқу дегеніміз жұмыс жібі алдына шығады, ал оңда жұмыс жібі артына шығады. Қайталап көріңіз, міндетті түрде сұрақ болса комментарийға жаза кетіңіз. Каналыма кіріп, келесі сабақтарды тамашалауға кеңес беремін.